Өзіміз білетін түрік, кәріс, Қытай, жапон ата тарихын экран тілімен әспеттеуде. Өйткені көз сүрінетін тарихи хронологияларға толы том-том кітаптарды бүгінгі ұрпақтың оқи қою екталай. Сондықтан да әлгі жұрт бабалар тарихы жас ұрпақтың санасында жаңғырып тұру үшін кино жанрын таңдады. Отты, өзі елі тұрмақ, өзге жұрт сол елдердің тарихи киноларын көре отырып, жанкешті жапон самурайы қандай болатынын білді. Үркуді білмейтін жеңімпаз кәріс батырларын тани отырып, түріктің Осман империясының өркендеуі мен құлдырауынан хабардар болды. Олардың біздегідей түсірсек болды деген көзқарас емес, бір мемлекеттің тарихын түсіреміз, оны өзге ел көреді. Сондықтан киген киім, сөйлеген сөз, ұстаған қару бәрі біздің мықты ел болғанымызды айшықтап тұруы тиіс деген секілді үлкен жауапкершілікпен жұмыс жасайтынын аңғарамыз. Осы орайда айтпағымыз Алаш баласы ұлы хандарының бірі һәм бірегейі Қасым хан жайында түсірілгелі жатқан фильм жөнінде болмақ. Қазақтың айбарлы ханы Қасым хан жөнінде көп сериялы фильм түсіру бақыты белгілі режиссер Ақан Сатаевқа бұйырыпты. Қалай айтсақ та, Сатаев жау жүрек мың бала, Томирис секілді тарихи кинолар түсіру арқылы біраз тәжірибе жинақтаған режиссер ретінде көпшілікке мәлім. Айтқымыз келгені қазақтың ұлы ханы Қасым хан жөніндегі сериалдың сценарийін кімдер жазғаны жөнінде болмақ. Білуімізше сценарийді 3 адам жазып жатқан көрінеді. Әрине оның бірі Ақан Сатаевтың өзі, екіншісі оның бұрынғы әйелі Назира Бақаева және Бекболат Шекеров деген азамат. Дау тудырып отырған мәселе де осы. Қазір кино сценарийін кім жазып жатыр дейсіз ғой? Ол Ақан Сатаевтың өзі және қазақтың тарихынан мақрұм екі адам. Шымшық сойса да қасапшы сойсын деген бар. Яғни мұндай тарихи салмағы зор дүниені кім көрінге жазбаған жөн еді. Амал нешік, өкінішті. Бәлкім бұл жерде Ақан Сатаев тарихи киноға бөлініп отырған қомақты қаржыны өздеріне қалдыруды ұйғарған шығар. Жұрт білсе, Назира Бақаеваны тәуелсіздіктің бас кезінде түсірілген «Қоштасқым келмейді» деген фильм арқылы білер. Бәлкім «Аллажар» атты кино арқылы еске түсірер. Ал Бекболат Шекеровтің «Секер» және «Однажды в багажнике» атты комедияға сценарий жазғанын білеміз. Енді келіп осылардың тарихи киноға, соның ішінде исі қазақтың ұлы ханы Қасым ханға байланысты сериалға сценарий жазып жатқаны қалай? Әсіресе тарихқа байланысты нәрселер. Сондықтан мен бұл енді мазаққа айналған нәрсе. Бұны жоғарыда отырған мәдениет министрі Ақтоты Райымқұлова тікелей қолдау жасап жазылған сценарий. Мен ол кісілерді кінәлаймын. Мына сценарист қалай дедіңіз аты? Назира Бақаева. Мен естіген де жоқпын бұндай сценарист. Тіпті қандай актриса екенін де мен білмеймін. Сонда кез келген актер сценарий жазалады деп ойлайсыздар ма? Мен таңғаламын біріншіден. Екінші жағынан кәдімгідей қаным қайнайды. Қазаққа жаным ашиды дегендей. Болмайтын нәрселер. Ал мына Аханның істеп жүргендеріне, мына соңғы қылықтарына қарап отырып, мен іштей бұрын бұл азамат сыйлайтынмын. Ал енді қазір мына тіректеріне қарасам, кәдімгідей жаға ұстайтындай болдық. Ол енді бірнеше тарихи киноларды түсірді, мен ол кино деп есептемеймін. Жалпы кинода амплуа деген нәрсе болады. Ол артист бола ма, режиссер бола ма, әр адамның өзінің бір дұрыс шығаратын, меңгеріп алған тақырыптары болады. Сол өте ұтымды шығады мәселен кейін. Кезінде Ахан Рекеттер деген кино түсірген. Жастарға ұнады, көпшіліктің көңілінен шыққан кино деп есептеймін. Бірақ содан бері неше түрлі кино түсірді ғой, кез келген тақырыпқа түсіре береді. Ештеңеден бас тартпайды Ақан, режиссер ретінде. Сондықтан менің байқағаным, енді ол менің субъективті жеке пікірім, мүмкін мен қателесетін де шығармын, бірақ менің көзім жеткені Ақан ол режиссер емес бүгін. Ол кино саласында жүрген бір саудагер. Оның ең басты қуалап жүрген арманы ол тек қана ақша, қаражат. Соңына 10 жылдың ішінде ең үлкен бюджетке түсірген кинолар ол ана Аханның кинолары. Миллион емес, миллиардтаған ақша. Оның бәрі қайда кетіп отыр? Мен кәсіби киногер ретінде сол кинолардың көбісін көргем. Мың баланы да көрдім, Томиристі де көрдім. Мен ол жерде жаңа сол жұмсалған ақшаны көріп отырған жоқпын. Мүмкін жарысы жұмсалған шығар. Қалған ақша қайда кеткенін мен білмеймін. Оны Ақанның өзінен сұрау керек. Ал кино ретінде бұл кино емес. Бұл жай ғана
тақырыпқа байланысты кейбір режиссердің өзінің армандары, өзінің жаңағы көзқарасы, киноға жетпейтін нәрселер. Сол менің айтайын дегенім. Қазақта сөз бар, қисық аяққа қыз кебісіне керек деген. Енді міне өзінің әйеліне сценарий жазғызып жатыр. Енді ертең балалары киноға түссін. Тағым бар, туыстарының бәрін шақырсын ана киноға. Жоғарыда отырғандар қайқа қарап отыр, мен таңғаламын. Бұндай нәрселерге жол беруге болмайды. Бұл нағыз қылмыс. Тарихи туындылардың жаны мен нәрі тілінде ғана. Диалогтардағы биін бише, батырын батырша, ақынын ақынша сөйлету сценарийдің өз ана тілін барынша тілеп тұрады. Сценарийді орысша жазып, қазақша таң-тұң еткізіп ақсаңдатып аудару өңін қашырып, сөлін сұйылтады. Ал Қасымхан қазақ хандарының ішіндегі ең күрделісі, ең беделдісі, ең берекелісі. Ол діттеген Қасымханның қасқа жолының заңдық, әлеуметтік, тұрмыстық қағидалары күні бүгінге дейін қазақ баласын жарқыратып, қазақ баласын жадыратып келе жатқан ұлылық пен даналық. Осынау адамзаттың құндылықты шашыратпай, кино тілімен киелі қазынамызға айналдыра алсақ, олқымыз толып, кемшілігіміз бүтінделер еді. Ол үшін асығып антықпай, кино сценарийді, яғни болашақ кино күмбездің керегесімен оғын сүйетін білікті, білімді авторларды қосып жазғызу дұрыс болар еді. Тарих дөңгелегі алға жылжыған сайын өнерде дамып, халық назарына жаңа тарихи фильмдердің ұсыныла беретіні белгілі. Естіп жатырмыз, Қасымханға байланысты фильм түсіру қолға алына бастапты. Құба-құп дейміз бұғанда. Алайда өмірі қым-қуыт, аласапыран оқиғалар ортасында өрбіген осы ұлы тұлғаны тарихи шындықтың биік деңгейінен көре алар ма екенбіз? Қасымхан бейнесін ашу үшін ең алдымен ол қарым-қатынаста болған ірі тарихи тұлғалардың қосымша образдарын айқындау керек болады. Бұлар қазақ қоғамындағы бұрындық хан, Ноғай Маңғыл мырзалары Мұса мен Шейх Мамай, Моғолстан ханы Сайд хан және ең бастысы Әбілхайыр ұрпағы Мұхаммед Шайбани және тағы да басқалар. Мұндайда бұл тарихи тұлғалар арасындағы қырғи-қабақ соғыстармен қатар жауласудан ағайындасуға ауысып отырған өзара құдандалық, жекжаттық қарым-қатынастардың да маңызын көрсету қажет-ақ. Сонда ғана Қасымхан өмір сүрген заманның ауыр да қайшылықты мазмұны ашыла түспек. Тек бір жақты ғана қарамай, Ақан Сатаевтың өзіне де хабарласқан едік. Өкінішке орай ұялы телефоны сөндірілі болып шықты. Кино түсірілер жауапты уақытта оның шетелде демалып жатқанын әріптестерінен білдік. Ал Қазақфильм киностудиясының баспасөз қызметі сценаристердің нөмірін беремін, тағы бір хабарласыңыз деді де, кейінірек бірнеше рет хабарласқанымызда қоңырауға мүлдем жауап бермей қойды. Тек қана бастапқыда хабарласуымыз арқылы баспасөз қызметкері Бауыржан Үсеновтің қысқаша ғана жауабын алып үлгердік. Сценарий жазылады, әлі соғыс кезең болады. Негізі осы 21 жылдың желтоқсан айында үлкен экранға шығады деп жоспарланған басында. Енді пандемияға байланысты қалай не болатыны әлі белгісіз. Алдағы уақытта түсірілуге тиіс Қасымхан сериалына байланысты жұртшылықтың пікірі осындай. Бұған біздің алып қосарымыз жоқ. Қасым қазақтың ұлы ханы. Ертең оны тек біз ғана емес, өзге жұртта көреді. Сондықтан олардың алдында масқара болмау үшін киноны түсірмес бұрын мың ойланып жүз толғануға тура келеді. Бифат Елтаева, Айжан Бүркітбаева, Айша Исатай. Арнайы жасалаш үшін.